Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, бізде кезекті 5-те 14-ші есебі екі мүшенің квадрат түріне келтіріңдер дейді. Бірінші есепте біз ең бірінші мән беретін нәрсеміз ол екі шеткі мүшелерін табу. Екі шеткі мүшелерін қалай табуламыз? Біріншіден ол бір қандай да бір санның квадраты болу керек, және де әріпті өрнегі жұп дәрежелі болу керек, иә? Енді мына жерде бізде жұп дәрежелі болып тұрған ол 25х квадрат және де 49y квадрат, иә? Сондықтан бұл екеуі екі шеткі мүшесі болады. Осы сандардың азайтындысы немесе қосындысының квадраты деген сөз. Енді қарайық. 25х квадрат минус 70xy қосылған 49y квадрат. Жаңа айттық, біз 25х квадрат пен 7y квадрат бізде екі шеткі мүшесі болады. 25 деген 5-тің квадраты, x квадрат деген x-тің квадраты. Және де 49y квадрат дегеніміз 7y-тің квадраты, иә? Енді таңбасына мән берейік. Бізде мына жерде минус 70xy болып тұр. Демек, бізде арасында минус таңбасы болады екен. Мынаны ашып тексерсек те болады. Сонда 25х квадрат минус 2 еселенген 5х көбейтілген 7y плюс 49y квадрат болады. Мынаны тексерейік. 2-ні 5-ке көбейтсек 10, 10-ды 7-ге көбейтсек, 70xy шығады екен. Келесі екінші есепті қарайық. 4-1а квадрат келесі плюс 3а плюс 9. Мына жерде екі шеткі мүшесі ол әрине міне а квадрат дәрежесімен тұрған бірінші шеткі мүшесі, екіншісі бізде 9 болады, иә? Себебі 9 деген ол 3 санының квадраты. Ал 3а деген ол екеуінің көбейтіндісі және де 2 еселенген екен, соны тексеріп көрейік. Енді 4-1 деген ол 2-ден 1-дің квадраты, аны ұмытпаймыз, плюс таңбасы тұр, және де 9 деген ол 3-тің квадраты, иә? Енді бір тексере салайық. Сонда 4-1а квадрат болады, 2-ден 1аның квадраты қосылған 2 еселенген 2-ден 1а көбейтілген 3 плюс 3-тің квадраты 9 болады екен, иә? Әрі қарай шығармай қойып, осы жерден тексере салайық. 4-1а квадрат бізде бар, 2 мен 2-ден 1 бізде қысқарады. Сонда а мен 3-тің көбейтіндісі, яғни 3а өзі қалады екен. Сонда біз дұрыс келтірдік деген сөз. Үшінші есеп. 36-дан 25m квадрат минус mn плюс 25-тен 9n квадрат. Шеткі мүшелері бізде көрініп тұр, я m квадрат және n квадратпен көрініп тұр. Демек, 36-тан 25 деген ол 6-дан 5-тің квадраты болады. m-ді ұмытпаймыз. Таңба бізде минус болады, себебі мына жерде бізде минус тұр. Азайтылған. Так, 25-тен 9 деген ол 5-тен 3n-нің квадраты болады. Төртінші есеп. 16-дан 1 c-ның 4 дәрежесі қосылған, міне қараңыздар. Мына жерде тағы да шеткі мүшесін табамыз. Шеткі мүше дегеніміз мына жерде жұп дәреже тұр, иә? Демек, мынау бірінші шеткі мүшесі болады. Екінші шеткі мүшесі ол бізде 16х квадрат болады. Неге? Себебі ол 4х-тің квадраты, иә? Соны білсек болғаны. 2c квадрат х қосылған 16х квадрат. Енді 16-дан 1 дегеніміз ол 4-тен 1-дің квадраты. С-ның 4 дәрежесі бізде С-ның 2 дәрежесінен шыққан. Таңба бізде плюс болады, себебі мына жерде плюс. Және де 16 дегеніміз 4 болады екен, 4-тің квадраты 16. Шеткі квадратын ұмытпаңыздар. Тексерсек те болады негізі. Сонда 16-дан 1 С-ның 4 дәрежесі қосылған 2 еселенген 4-тен 1 С квадрат көбейтілген 4х плюс 4х-тің квадраты ол бізде 16х квадрат. Сонда мына 4 пен 4-тен 1 қысқарады. Тек қана 2c квадрат х қалады екен, иә? Есептің берілген дегендей. Бесінші есеп. 0,100-ден 1 а-ның 4 дәрежесі, екінші шеткі мүшесі ол бізде қайсы болады деп ойлайсыздар? Әрине ол b квадрат болады. Неге? Себебі мына жерде а квадрат b деген тұр, иә? Бұл жаңағы формуланы ашқан кездегі 2а бұның орнына келіп тұр, иә? Соны шатастырып алмаңыздар. b квадрат бізде жай ғана b-ның квадрат екені содан түсінікті. Минус 0,2 а квадрат b плюс b квадрат. Міне шеткі мүшелерін таптық. Ол бізде 0,100-ден 1-дің квадраты керісінше 0,1 ол 0,100-ден 1-ді береді, квадраттаған кезде. Сонда 0,1 а-ның квадраты минус b болады екен. Алтыншы есеп. b-ның 8 дәрежесі минус, мына жерде шеткі мүшесі қайсы болады? Ол бізде b-ның 8 дәрежесі болады. Жұп дәрежелі тұр, иә?
Одан кейін мынау деп ойлау мүмкінсіздер, бірақ негізі мынау болады шеткі мүшесі. Неге? Себебі бұл жерде бірақ әріпті өрнек тұр. Ал а квадрат b-ның 4 дәрежесі дегеніміз, ол әрине екі мүшенің көбейтіндісі. Сондықтан байқаңыздар. Минус а квадрат b-ның 4 дәрежесі плюс 4-тен 1 а-ның 4 дәрежесі. Сонда b-ның 8 дәрежесі дейміз, ол b-ның 4 дәрежесі деп жазылады ішіне, минус 2-ден 1 а квадрат болады екен. Тексерсеңіздер болады. Енді келесі есеп 5-те 15. Үш мүшені екі мүшенің квадраты түріне келтіруге бола ма дейді. Міне мына жерде біз тексерсек болады. Бірінші есептен бастайық. Бірінші шеткі мүшелерін табайық. Ол бізде а квадрат болады және де 4 болады. Неге? Себебі а квадрат деген ол а-ның квадраты, 4 дегеніміз 2-ның квадраты. Ал минус 2а дегеніміз, ал тексеріп көрейік ол не екен. Сонда мынаны біз 1-ден а минус 2-ның квадраты деп жазып көрейік. Және де ашайық жақшаны көрейік. Сонда а квадрат минус 2 еселенген а көбейтілген 2 плюс 2-ның квадраты 4. Сонда мына жерде бізде а квадрат минус 2 көбейтілген 2 ол бізде 4 және а-ны ұмытпаймыз. 4а қосылған 4. Қараңыздар, біріншісі бізде екі мүшенің квадрат түріне келтіруге болмайды екен. Сонда жауап бұнікі жоқ, болмайды. Келесі екінші есепті көрейік. Екі шеткі мүшесін қарайық. Бірден ол бізде жұп дәрежелі міне 9m квадрат болып тұр және де 100n квадрат болып тұр. Демек, 9m квадрат деген қандай санның квадраты? Ол әрине 3m-нің. Таңбасына қарайық. Мына екінші мүшенің, ол бізде минус екен, Демек, мына жерде бізде минус болады. 100n квадрат, ол қай санның квадраты? Ол әрине 10n-нің квадраты екен. Енді тексерейік. 9m квадрат болады. Мынаны 3m-ді квадраттасақ, минус 2 еселенген 3m көбейтілген 10n плюс 10n-нің квадраты ол жаңа 100n-нің квадраты болады екен. Тексерейік. 2-ні 3-ке өйтсек 6, 6-ны 10-ға өйтсек 60mn өзі шығып тұр екен. Дұрыс. Онда мынау екінші есеп екі мүшенің квадратына келеді екен, деп жазып қояйық. Үшінші есеп 4а квадрат шеткі мүшелерін тағы да табайық. Міне шеткі мүшесі және де міне шеткі мүшесі. Минус 4аб плюс b квадрат. Енді 4а квадрат деген ол 2а-ның квадраты минус, себебі екінші өрнекте бізде минус таңбасы тұр. b квадрат ол бізде жай ғана b-ның квадраты екен, Тексерейік. 4а квадрат минус 2 еселенген 2а көбейтілген b плюс b квадрат. Так, 2-ні 2 көбейтсек 4, а b өзі орындалып тұр. Демек, үшіншісі бізде екі мүшенің квадрат түріне келеді екен. Төртінші есеп 81 p квадрат минус 72 p q минус 16 q квадрат. Шеткі мүшелер ол бізде 81 p квадрат пен 16 q квадрат болады. Бірақ қараңыздар. Мына жерде бізде минустан бас тұр. Ал бізде ешқай формулада квадраттарында а минус b квадрат болса да, а плюс b-ның квадраты болса да, ол жерде бізде мынау b квадрат ешқашан минус болмайды, а квадрат минус 2ab плюс b квадрат. Екіншісінде де а квадрат плюс 2ab плюс b квадрат. Қараңыздар. Мына жерде де плюс тұр. Демек, қараңыз, мынау есепті шығармайық, бірден жоқ деп жауға болады. Неге? Себебі екінші шеткі мүшесінің таңбасы минус болып тұр. Ал ол бізде әрқашан плюс болады. Бесінші есеп 9x-ның 8 дәрежесі, мына бізде шеткі мүшесі болады, минус 12x 4 дәреже y плюс 4y квадрат. 9 дегеніміз ол 3-тің квадраты, x-ның 8 дәрежесі дегеніміз x-ның 4 дәрежесі қып, екесе азғып жазамыз. Таңбасы минус 2y-тің квадраты болады, Енді тексерейік. 2 еселенген 3 көбейтілген 2 болады ғой ортасына, Ойша көбейте салайық. 2 көбейту 3 бізде 6, 6-ны 2 көбейтсек 12 өзі орындалып тұр екен. Немесе жасайын, 9x-ның 8 дәрежесі минус 2 еселенген 3x-ның 4 дәрежесі көбейтілген 2y квадрат, такс, плюс 4y квадрат болады. Мына жерді қарайық. Жоқ екен ғой квадрат. Жоқ, сәйкес келеді екен, x-ның 4 дәрежесі y өзі жазылған. 2-ні 3-ке көбейтіп, оны тағы да 2-ге көбейтсек, 12-ні өзі шығады екен, дұрыс. Келесі 6-шы есеп.
мына жерде бізде шеткі мүше x-ің 8 дәрежесі болады, және де жалғыз, x жоқ, міне мынау болады екен, өзі болады. А квадрат бұның 4 дәрежесі минус 2 еселенген аб квадрат көбейтілген x-ің 4 дәрежесі плюс x-ің 8 дәрежесі. А квадрат b4 дәреже дегеніміз ол аб квадрат минус x-ің 4 дәрежесі болады, 2 есе аз қылып жазамыз. Сонда қарайық. А б-ның квадраты ол бізде а квадрат б 4 дәреже минус 2 еселенген а б квадрат көбейтілген x-ің 4 дәрежесі қосылған x-ің 8 дәрежесі болады екен. Иә, дұрыс, бәрі сәйкес келіп тұр. Сонда мынау бізде иә болады екен. Мынаның жауабы иә. Сонда тек қана бірінші, төртінші есеп сәйкес келмейді екен. Жақсы, сабаққа қатысқандарыңызға рахмет. Видео ұнаса лайк басыңыздар, пікір қалдырып кетсеңіздер де болады. Сіздермен болған Дильназ Төлегенқызы. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.